килограмм қарбыздың 99% су. Тұрған қарбыз кебе бастайды. Кепкен қарбыздың су мөлшері 98%. Енді сол кепкен қарбыздың массасын табу керек. Әрине, судың мөлшері азайды, 1%-ға азайып кетті. Сол үшін қарбыздың да массасы сондайға азаятын шығар, яғни примерно 19 килограмм немесе 18 килограмм болатын шығар деп ойласаңыздар, мә. Бұл жерде шатастыратын нәрсе бар. Қараңыздар, бірінші білейік. 99% ол су болатын болса, әр жағындағы 1% әрине құрғақ бөлігі, Q деп алайық. 20 килограммның басындағы сол 1% қанша? Соны естіп алайық. Ол 0,2 килограмм, 100-ге бөле саламыз. Мынау өзгермейді. 0,2 килограмм ол құрғақ бөлігі болып тұра береді. Су кеуі мүмкін, яғни азаюы мүмкін, бірақ құрғақ бөлігі өзгермейді. Сондықтан да екінші жағдайда бізде 98% су болатын болса, онда құрғақ бөлігі 2% деген сөз. Дәл осы 0,2 килограмм тұра береді. Бұл енді пропорция кәдімгі. 2% ол бізде 0,2, ал 100% бізде x. X тең 0,2-ні көбейтемін 100-ге, бөлемін 2-ге. Бұдан бізде 10 шығады. 20 килограмм қарбыз 10 килограмм болып қалған. Назарларыңа рахмет.